Кімге айтсам, олар сенбейді. Мен бүгін сөйлейтін балық ұстадым. Осындай. Жоқ, ондай емес, осындай. Көрсетті қолымен ақсақал, және өзі терең ойға кет қалды. Ол маған адам даусымен айтады. Тыңдаңызшы мені дейді. Маған теңізге үйге баруға рұқсат етіңіз. Апырай, сөйлейтін балық. Таңқалды ақсақал. Біздің бүкіл отбасымыз сөйлейді. Әкем сөйлейді, анам сөйлейді. Атам ылғи айтады. Жақсылық жаса да суға таста. Ол жоғалмайды. Жақсылық саған жақсылықпен оралады. Жақсылық жасаңызшы, мені суға тастаңызшы. Менен кейін жоғалып кетпейді. Мен сізге әлі пайдалы боламын. Иә, сен маған қалай пайдалы бола аласың? Мысалы, сен үру білсең, онда пайдалы болар едің. Шынжырға салып, үйді күзетуші едің. Ал бос сөйлегеннен не пайда? Бәрі сөйлейді. Жарайды, сенен не аламын? Бар, жүзі, деп балықты теңізге жіберіп салды. Ал енді жейтін ештеңе жоқ. Деді ақсақал. Міне дәл сол уақытта бір жерден бір сұмдық құбыжық пайда болып сөйледі. Мен осындамын, неге шақырдың? Мен? Иә, сен, дедің. Бұл менмін, ұлы құдіретті жақсы сиқыршы. Және бұл менің жаңғырығым. Қалағаныңды айт, мен бәрін істеймін. Мен бәрін істей аламын. Кедей адам не қалайды? Түсіндім. Жейтін ештеңе жоқ па? Міне саған сиқырлы үстел. Қарның ашса, үстелді 3 рет қақ. 1, 2, 3. Хоп, көрдің ба? 3 же тойғаннан кейін тағы 3 рет қақ. 3, 2, 1. Және хоп. Рахмет, деді ақсақал. Жарайсың. Мен сені мәңгі есте сақтаймын. Осыны айтып, үстелді алып, үйге қайтты. Есіңде болармын мен, уәде беремін. Ызалана күлімсіреп ішінен ойлады құбыжық. Бәйбіше, әй бәйбіше! Қарт қуана айқайлап, үйге жүгіріп келіп, үстелді көрсетті. Кенет үстелде көпіршік пайда болып, оның ішінде басы көрінді. Сол бас сөйледі. Ескертуге ұмытып қалдым. Менің кішкентай талабым бар. Дәл түн ортасында мен сізге қонаққа келемін. Және таң атқанша сұрақ қоямын. Барлық сұрақтарға жауап бере алсаңдар, үстел сіздікі. Ал жауап бере алмасаңдар, өздеріңізді кінәлаңдар. Сендер мені мәңгі есте сақтайсыңдар, деп ғайып болды. Қарттар қатты қорқып, қамалып, бір-бірін құшақтап, үнсіз отырды. Бір кезде есікті біреу қақты. Және даладан бір жас ер жігіттің дауысы естілді. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Маған қонуға рұқсат етіңіз. Әй, балам, басқа жерден ұйықтайтын жер ізде, жауап берді қарт есікті ашып. Иә, балам, түн ортасында бір құбыжық келіп, бізді де, сені де құртады, деді кемпір қарияға жақындап. Бәрі жақсы, әлі түн ортасы болған жоқ қой, болғанда көреміз, деп
жас жігіт үйге кіріп кетті. Қарттар сүмірейіп, оның артынан кірді. Түн ортасында біреу есік қақты. «Бұл кім?» сұрады шал. «Бұл менмін, өте жақсы еқпін, мен мұндамын». «Мен де мұндамын», деді жас жігіт есікті ашып. «Ал сен кімсің? Сен қайдан келдің?» «Теңіздің сол жағалауынан келдім». «Немен келдің?» «Ақсақ бүргені ұстап алып, оның үстіне отырып жеттім». «Теңіз ше, батпақтың суы ма?» «Батпақтың суы болуы мүмкін, бірақ бүркіт сол судың үстінен ұшып өте алмады». «Бүркіт балапан болған шығар?» «Балапан шығар, бірақ қанатының көлеңкесі қаланы жабады. Қалада түн басталады». «Қала кішкентай шығар?» «Қоян сол қаланың бойымен жүгіріп өте алмады». «Қоян кішкентай болу керек». «Қоян сияқты, бірақ оның терісінен тон шықты». «Қайда шықты?» «Қоян жүгірген, бүркіттің көлеңкесі түскен қаланы тастап, көзі көрген жеріне кетті». «Кімнің көзі?» «Қоянның терісінен шыққан әлгі тонның көзі». «Тон шыққан қалада түн басталады. Егерде оның үстінен балапан ақсақ бүргенің арқасында ұшып бара жатса». «Не? Ақсақ бүргемен анау теңіз жағасынан. Теңізді қоян ұшып өте алмайды. Бүркіт жүріп өте алмайды. Теңіз емес, жай батпақтың суы. Қаланың қақ ортасында төгіліп жатқан. Бүргенің көлеңкесі қоянға түсіп, оны өлтірген жерде. Қоянның терісінен тон шығып, көзі көрген жеріне барды. Бір кезде қоян...» «Қандай қоян?» «Өлген қоян. Көзі қайда қараса сонда секірген ғой. Теңіздің дәл сол жағасына дейін. Ұшып және жүгіре өтуге болмайтын теңіз. Содан қояннан тон шыққан. Бүргенің көлеңкесі түсіп, қоянды өлтірді. Қоян емес, бүркіт болса да». «Қандай қоян? Қандай бүркіт? Қандай бүрге?» «Қайталап берейін бе?» «Сонда біздің бүрге теңіздің ана жағалауынан жетеді». «Болды, мен шаршадым», деп бір жерге ашулана ұшып кетті. Ал жас жігіт оның артынан айғайлады. «Қайда кеттіңіз? Күте тұрыңыз, таң атқанша әлі уақыт көп». «Қарттарды ажалдан құтқардың балам сен. Сен кімсің? Тың болмаса атыңды айт», деп сұрады қария. «Атам айтады, жақсылық жасап суға таста». «Көрдіңіз бе қария, мен де сізге пайдалы болдымын.